Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге оңай дайындалатын кешкі немесе түскі асқа арналған тағамның түрі ленивый голубцыды көрсеткім келеді. Арнама қош келдіңіздер. Голубцыға капуста, яғни орам жапырақ пен сәбізді үкіштен өткізіп, алдын ала дайындап аласыздар. Жуа, шала піскен күріш, жұмыртқа, фарш және де жаңағы орам жапырағымыз қажет болады. Ыдысымызға орам жапырақты, фарш, күріш, пияз, одан кейін жаңағы сәбіз барлығын салып алғаннан кейін 4 жаңағы сарымсақты қосып жібереміз. Дәміне қарай қоссаңыздар болады. Тұз, қара бұрыш, жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған голубцыды кез келген противенге салып дайындап аламыз. Тура видеодағыдай көрсетілгенде жасап аласыздар. Енді үстіне құятын соусты дайындаймыз. Менде мұнда томат пастасы мен кетчупты араластырып қостым. Одан кейін үстіне 200 грамм кез келген пайыздағы қаймақты қосып жіберсеңіздер болады. Егер ұнатпасаңыздар, онда аз порцияда жасасаңыздар болады. Осыны жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз қосамыз да, осылай голубцымыздың үстіне қосып шығамыз. Жағып болғаннан кейін қызып тұрған духовкада 180-190 градуста 50-60 минуттай пісіріп аламыз. Жақсылап пісіп болған голубцымызға кез келген жағдайда ірімшік сеуіп, қайтадан 5 минутқа салып жіберсеңіздер болады. Осымен біздің голубцымыз дайын болды. Үй жағдайында керемет болып шығатын тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.